Hello guys, ағылшын тілін нөлден бастап үйренудің 11-ші сабағы және бізде бүгінгі тақырып ол possessive adjectives. Possessive adjectives дегеніміз тәуелдік сын есімдер. Біз оларды бір заттың, бір адамға немесе бір затқа тәуелді екенін көрсету үшін қолданамыз. Оларды қарастырайық. My, менің, your, сенің, сіздің, his, оның ер адамдарға, her, оның әйел адамдарға, its, оның заттарға немесе жануарларға, our, біздің, your, сендердің, сіздердің, their, олардың. Осыларды жаттап алу керекпіз. Қазір әрқайсына мысал келтіріп көрейік. This is my book. Бұл менің кітабым. Your car is red. Сенің машинаң қызыл. His name is Mark. Оның аты Mark. I am her sister. Мен оның әпкесімін. Its tail is long. Оның құйрығы ұзын. Our house is painted blue. Біздің үйіміз көкке боялған. Their garden is beautiful. Олардың бақшасы әдемі. Okay guys, енді түсінікті болса, менің, сенің демей, адамның атымен айтқанда қалай болады? Қазақ тілінде ол ның, тың деген сияқты жалғаулар, я? Аминаның, Каусардың деген сияқты жалғау жалғаймыз. Ағылшын тілінде біз жай ғана апостроф s жалғаймыз сөздің соңына. Қарастырайық. This is Aisha's laptop. Бұл Айшаның ноутбугі. Көріп тұрғандарыңыздай, адамның атынан кейін жай ғана апостроф s қоясыз. Бұл сіздерде қазақ тіліндегідей ның деген сияқты жалғау береді. Тағы бір мысал қарастырайық. This is Medina's cat. Бұл Мединаның мысығы. Окей. Тағы бір мысал. My father's car is blue. Менің әкемнің машинасы көк. Окей, guys, енді апостроф s тек қана жекеше түрлерде ғана жалғанады. Көпше түр болған кезде біз жай ғана апостроф жалғаймыз. Мысалға, мынаны қараңыздар. Brothers. Сол жақтағысы ол ағамның, ал оң жақта brothers ол ағаларымның. То есть көпше түрі болғанда біз жай ғана апостроф жалғаймыз, жекеше түрде апостроф және де s. Мысал келтірейік. They are my brother's toys. Олар менің ағаларымның ойыншықтары. Окей. Бізде осымен сабағымыз аяқталды. Сіздерге түсінікті болса, қазір кішігірім практика жасап кетейік. Мен сіздерге тест дайындадым. Мына жерде 6 сұрақ берілген. Осы сұрақтарда жауаптарына қарай A, B немесе C. Осы үшеуін біреуін таңдап шығыңыздар. Қазір видеоны пауза қойып осыны істеңіздер және содан кейін жауаптарын тексереміз. Окей, guys, істеп болды деген ойдамын. Қазір жауаптарын тексерейік. Жауаптарын тексеріп алыңыздар, сіздерде барлығы дұрыс болды деп ойлаймын. Ал бізде осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше.